Көзің сау болсын десең, көзің екі жанарың, оны сақтаудың қаншалықты қажет екенін көзің ауырып зақымданғанда немесе қиқым түскенде білерсің. Осыған орай халқымыз ішің ауырса аузыңды тый, көзің ауырса қолыңды тый дейді. Көздің сыртқы жағынан қарағанда құрылысын осы суреттен көресің. Бұл суреттен көздің жанары жас безі арқылы үздіксіз суланып, жуылған жас мұрын көз түтік арқылы мұрын қуысына ағып кететінін байқайсың. Көз осылайша үздіксіз тазаланып, суланып тұрмаса, оның алыстағы, жақындағы және жанындағы нәрселерді тез арада көруі, күндіз не түнде көруі, сондай-ақ түрлі түсті ажыратуы және көргенді есте сақтау қызметтерін нашарлайды. Сондықтан да екі жанарыңды сақтай біл. Ымыртта, ала көлеңкеде, жарық нашар түскенде сабақ оқыма, немесе кітап оқыма, жазба жұмыс жасама. Күндіз үйде жұмыс жасасаң, жарық сол жағында болсын. Жарық түскен тесіктен немесе терезеден аз да болса аспанның бір бөлігі көрініп тұрсын. Көз алдыңдағы істеп отырған жұмысыңа, жазып отырған қағазыңа, тігіп отырған киіміңе күн түспесін, күннің шуағы тимесін. Кешке шаммен жұмыс істегенде шам кішкене сол жаққа таман жарты метрдей алыста тұрсын. Шамның қалпағы қара, не қызыл, көк, сары секілді түсті болмай ақ шыныдан болсын. Шамның мұржасы буылтықсыз шелек қалыпты болсын. Жыпылықтаған жарықта ат үстінде жүріп, арба, шана үстінде, от арбаның, трамвайдың ішінде жұмыс жасау, кітап оқу көзіңді бұзады. Жатып оқыма, жатып ас ішпе, көзіңді тез бұзасың. Жазу жазғанда қою қара сиямен анық көрінетін сызықтың үстінен жаз. Ең жақсысы сызықсыз қағазға түзу жазып үйрен. Жұмыс уақытында көзің талса, жұмысыңды қой да көзің дем алғанша терезеге қара. Қатты ауырып тұрғанда әбден айыққаныңша біраз уақыт көзіңді күтіп сақтанып жүр. Еш уақытта көзіңді уқалама. Қолыңды тазалап жумай тұрып көзіңе тигізбе. Көзіңе қиқым не бөтен нәрсе түсе қалса, көзіңді уқалама. Жоғарғы қабағын қолыңмен жай ғана мұрныңа қарай сипа. Көзіңе түскен нәрседен солай еткенде құтыла алмасаң, дәрігерге көрін. Бөгде адамның бет орамалымен, сүлгісімен бетіңді, көзіңді сүртпе. Өзіңнің жеке орамалың болсын. Көруің кемісе, немесе көзің ауырса, міндетті түрде дәрігерге көрін. Көзілдірікті дәрігердің рұқсатынсыз киюші болма.